Баршаңызға қайырлы күн. Менің арнама қош келдіңіздер. Творожный сочники дайындайтын боламыз. Керемет тәтті печенье. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бөлме температурасында еріп тұрған сливочный масламызға қант салып, 2 жұмыртқамызды салып, араластырып аламыз. Қаймағымызды салып 150 грамм тағы да араластырамыз біркелкі болғанша. Керекті ингредиенттерін видеоның төменгі жағына жазып қалдырамын. 10 грамм разрыхитель салып тағы да араластырамыз. Електен өткізілген 500 грамм ұнымызды салып осындай тесто жасайтын боламыз. Пакетикке салып холодильникке қалдырамыз 20 минутқа. Начинкасын жасаймыз. 200 грамм творог, 3 ас қасық қант салып, араластырып біркелкі етіп аламыз, іртігін жазып. Оған жұмыртқамыздың ағын салып, тағы да араластыратын боламыз. Дайын болған начинкамызды алып, жаңағы тестамызды холодильниктен шығарып, осылай біркелкі етіп, жайып, формочкамызбенен домалақ етіп, осындай көлемге келтіріп аламыз. Арасына творогымызды салып, осылай барлығын әдемілеп, жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста пісіріп аласыздар. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет тәтті, балалар сүйіп жейді. Міне бізде дайын болды. Менің арнам ұнап жатса, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.